على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به Шын мәнінде жүректер де дертке шалдығады. Бейне бір біздің денеміз сияқты. Кейде сол дерт өлімге дейін алып баратын жағдайларда ұшырайды. Егер жүрек өлетін болса, пенденің халі не болмақ? Дененің өлімі жүректің өлімінен әлде қайда жеңілірек. Өйткені қиямет күнінде Аллах тағала ең әуелі жүрекке қарайды. Сондықтан яһудилердің жүректері өшкен кезде Аллах тағала олар жайында былай деді: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. Тіпті тастар да пайдалы болады. Кейбір тастардан жарылып бұлақтар ағып шығады. Және тастардың ішінде Аллахтан қорқып құлайтындары болады. Бірақ сендердің жүректерің Аллахтан қорқпайды да, ешқандай бұлақта ақпайды. Жүректерің шындап қатайды. Қатқан жүрек ол өлген жүрек. Бұндай жүректің бір сипаты Аллахтың алдында тәкаппарлық қылады. Ақиқатты біліп тұрады да қабылдамайды. Мойымау, теріске шығару, Аллах тағалаға күпірлік. Иблисті Аллах тағала сәжде етуге бұйырған кезде оны не нәрсе бас тартуға мәжбүрледі? Ол тәкаппарлық. Бұл қандай жүрек өзі? إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Кейбір адамдар бар. Аллах тағаланың шариғат заңының маған қажеті жоқ. Маған біреу бұйрық беріп тыя алмайды. Өзім білемін, қалағанымды істеймін. Маған мынау рұқсат емес деп ешкім үйрете алмайды деп айтатындар бар. Міне, осындай жүректер даңдайсыған, тәкаппар жүректер. Кімге тәкаппарлық етуде? Өзінің жаратушысына. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. Әбу Джахл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан Құран тыңдайтын еді. Ол Аллахтың сөзі екенін білетін, пайғамбардың хақ екенін де білетін, бірақ иман келтіруден оны тосқан не нәрсе? Тәкаппарлық пен қыңғырлық. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. Жүректі өлтіретін аурулардың бірі қызғаныш, іштарлық. Аллах тағала пайғамбарға елшілік міндетті жүктегеніне қызғанатын адамнан асқан іштар адам бар ма? Олар, бұл Құран екі қаладан бір кісіге түсірілгенде еді, дейді. Айт, Раббыңның мейірім рахметін олар ма бөлетін? Пайғамбарлықты сендерге түсіре ме, әлде басқаға түсіре ме, бұл сендердің істерің бе? Бұл Аллахтың мейірімі, қалағанынша бөледі. Пайғамбарларды өз қалауынша таңдайды, сендердің қалауларынша емес. Пайғамбарымыздың жұбайларының бірі мүміндердің анасы Хуяй ибн Ахтаб қызы Сафия анамыз. Әкесі яһудилердің құрметті мырзаларының бірі еді. Өзі яһудилерден болатын. Ислам қабылдағаннан кейін пайғамбарымыз оған үйленіп, бұл үмметтің ең қайырлы әйелдерінің біріне айналды. Тіпті ол мүміндердің де анасы Сафия бин Хуяй. Ол жас кезінде көрген мына бір уақиғаны есіне алып былай дейді: Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мединаға көшіп келген кезде әкем мен көкемді үйде көрдім. Көкем әкеме кіріп келді де, әкем көкемнен: ол сол ма? Яғни Тауратта айтылған сол пайғамбар ма? Кітабымызда сипаттары айтылған, ғұламаларымыз айтып кеткен сол пайғамбар ма? деп сұрады. Сонда көкем: я, нағыз өзі, Аллахтың жанынан түсірілген пайғамбар деп айтқанын естідім, дейді. Көкем: енді не істейсің? деп сұрады. Оған иман келтіріп оны мойындайсың ба? Оның жүрегі өлген еді. Жүріп тұрғанымша оны мен қас боламын, деді. Яғни бұл пайғамбармен өмір бойына дұшпан боламын, дейді. Не үшін? Білесіздер ме?
оның жүрегі сөнген еді. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Қызғаныш жүрек ауруынан. Оның бірнеше сатысы болады. Қызғаныш дегеніміз басқаның қолындағы бақыттың жоғалуын тілеу. Мысалы, біреудің денсаулығын қызғанады, біреуге Аллах берген оның мал байлығын қызғанады. Біреудің тұрмысын, бала шағасын көріп қызғанады. Біреудің қымбат машинасы болса, оны да қызғанады. Біреудің мансап дәрежесі бар, оқуында да, істерінде де табысқа қол жеткізгенін көріп, оны да қызғанады. Өйткені оның жүрегі ауру. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. Жер бетінде орын алған ең алғашқы күнә не еді? Ол кісі өлтіру болды. Қабыл Абылды өлтірді. Бауыры өз бауырын өлтірді. Не үшін? Өйткені оның жүрегінде ауру бар. Ол қандай ауру? Ол қызғаныш. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Өйткені Қабыл ең жаман жемістерін құрбандыққа атады. Оның масақтары бар болатын. Соның ішінен ең жаманын таңдады. Ал Абыл болса мал түліктерінің ішінен ең семізін, ең жақсысын, ең ұнамдысын таңдап сойды. Бұл шын ниетпен шалды, ал Қабылдың ондай ықыласы болмады. Аллах тағала Абылдан қабыл алып, Қабылдан қабылдамады. Оның қызғанатын несі бар? Жоқ, оның жүрегінде дерті бар еді. Көкірегі таршылық, күңшілдіктен таза Абыл былай деп жауап берді. Тіпті мені өлтіремін деп қолыңды соссаң да, мен сені өлтіремін деп қол жұмсамаймын. Мен әлемдердің Раббысы Аллахтан қорқамын. Міне, бұл кеңпейілді, кіршіксіз, таза жүрек. Ал екіншісінің жүрегі болса, арам пиғылды, лас жүрек. Біреуді көрсе болды, қызғанады. Зәулім үйдің иесін көрсе, қызғанады. Ананың балаларына деген қамқорлығын, мейірбандылығын көріп қызғанады. Қызметте жетістікке қол жеткізген досын көріп қызғанады. Не деген ауру жүрек. Бұндай жүректен Аллахтың өзі сақтасын. Тағы да жүрек дерттерінің бірі менмендік, өзін-өзі сүю. Өзінің ғұмырын, өзінің мал дүниесін көріп, Аллах тағала берген ризыққа мақсаттанып, өзін басқалардан жоғары тұтады. Бұл кімнің ісі? Жер жұтқан Қарунның ісі еді. Өзінің мансап дәрежесін көріп, даңғойлық танытты. Оған Аллахтан қорық. Аллах саған жақсылық жасағандай, сен де жақсы бол деген кезде ол не деді? Байлық менің ептілігім себебінен келді, деді. Неткен қате сөз. Жоқ, оны ризықтандырған Аллах тағала, оның жүрегінде дерті болды. Сол себепті Аллах тағала байлығымен, патшалығымен, сарайларымен бірге жер жұтқызды. Тағы да жүрек дерттерінің бірі адамдарға деген өшпенділік, ашу, кекшілдік. Өзің үшін сүйгенді басқаларға да сүйе біл. Иман келтіргендер қолдарын көкке көтеріп, былай деп дұға етеді. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Абу Хасан Али ибн Абу Талиб радиаллаху анху фитна уақытында өзіне қарсы шыққандармен соғыс жүргізді. Оған қарсы соғысқан топтың ішінде Талха радиаллаху анху сияқты жәннетпен сүйіншіленген құрметті сахабалар болды. Талха радиаллаху анхудың қаза тапқанын көрген кезде Али радиаллаху анху жылап тұрып, Аллах тағала сені де, мені де біз олардың жүректерінен ашу өшпенділікті алып тастаймыз. Бауырлар болып тақтардың үстінде бір-біріне қарама қарсы отырады деп айтылғандардан қылсын деді.